Мұхтар Мағауин «Шақан шері» романы арқылы оқырманға адам мен табиғаттың арасындағы тығыз байланысты көрсетіп, оны үзуге адамның құқығы жоқ екендігін айқын көрсетеді. Автор шығармада бүгінгі күні де өзінің өзектілігін жоғалтпаған экология мәселесін көтереді. Жазушы өз оқырманына басты кейіпкердің әрекетінен сабақ алып, оның жасаған қателіктерінен бойымызды аулақ ұстау керек деген кеңес береді. Сондай-ақ автор басты кейіпкер Шақан бейнесі арқылы өзінің сол кездегі отарлау саясатына, билік басындағы адамдарға деген көзқарасында білдіреді. Шығармада жазушы жолбарысты еркіндіктің, күш-жігердің нышаны ретінде суреттейді. Шақанның әйелі мен баласының ажалы жолбарыстан болды. Бірақ өзіне азық іздеген жолбарыстың не кінәсі бар? Өзінің іс-әрекетіне есеп бере алатын ол адам емес. Ол бұны қасақана жасаған жоқ. Демек, бір жолбарыс үшін барлық жолбарыс атаулысын құрту дұрыс емес. Бірақ бойын ашу, ыза мен кек билеген Шақанның ойы басқаша болды. Кек алу жолында оның өзі де дала тағысына айналып, өзіне ғашық болып, қосылмаққа ниет білдірген Меңсұлудан бас тартып, әкелі қамқорын ұсынған Атабек ақсақалдан да алыс кетіп, жалғыздың күйін кешті. Қас қағым сәтте өмірінің ойраны шыққан Шақан кеш болса да өзінің кінәсін түсінді. Отбасынан айырылып, елінен кетуіне жолбарыс емес, өзі өмір сүрген қоғамның адамдары кінәлі екендігін түсінді. Бірақ бәрі де кеш болды. Пенде болғасын, Шақанның болашаққа деген сенім оты болса, барлығын қайта қалпына келтіріп, табиғатқа тигізген зиянның орнын толтыру мүмкін емес екендігін жазушы анық көрсетеді.